Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге восточный пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирог өте тез дайындалатын болғандықтан, біз ең алдымен духовкамызды 180 градусқа қыздырып дайындап аламыз. Бізге ұн қажет болады, және қант, 1 чайная ложка разрыхлитель, 1 жұмыртқа және сары май қажет. Ұнымызға май, қант және разрыхлителіміз араластырып болғаннан кейін соңында жұмыртқамызды салып, жақсылап илеп аламыз. Илеген кезде консистенциясы осындай жұмсақ болып шығады. Қамырымызды осылайынан илеп болғаннан кейін диаметр 25 сантиметрлік ыдысқа осылай мен жайып аламын. Қамырымызды осылай біркелкі етіп жайып болғаннан кейін барып, курагамызды, яғни өрігімізді осылай майдалап турап, және үстіне мейізімізді салып, одан кейін оның үстіне жаңғағымызды салып, осылайдан салып шығамыз. Жаңғақты үйде қалаған жаңғақтарыңызды қоса берсеңіздер болады. Негізі бұл восточный пирогтың жаңғағы кешью болып табылады. Осы сухофруктілерімізді әрқайсысын 80 граммнан өлшеп алып, осылай салып шығамыз. Одан кейін сгущенкамызды бетіне біркелкі қылып құйып шығамыз. Сгущенка, менде 3 желания сгущенкасы өте дәмі әдемі болып шығады. Маған осы сгущенка қатты ұнағаннан кейін мен тек қана выпечкаларға осы сгущенканы қолданамын. Сгущенкамызды осылайынан біркелкі етіп жағып шыққаннан кейін барып, 180 градусқа духовкаға 30-40 минутқа, яғни піскенге шейін салып аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді суығанға шейін қойып, суығаннан кейін барып осылай шеттерін ажыратып, шайға кесіп бере берсеңіздер болады. Бұл пирог тәттіні жақсы көретін кісілерге өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Өйткені өзімде тәттіні қатты жақсы көргеннен кейін бұл пирог менің көңілімнен өте қатты шықты. Сіздерге де осы пирогты жасауға кеңес беремін. Егер де сіздерде де пирог өте дәмді шығып жатса, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Менде әлі өте керемет рецепттер болады. Менің видеома ұнаса, лайк басып, подписацияны басып кетіңіздер.